Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода іштегі және белдегі майды диетасыз қалай кетіруге болады. Сонымен қоса белдегі және іштегі майдан арылуға көмектесетін жаттығуларды көрсететін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бел мен іштегі артық майдан қандай да бір диетаны қолданбай-ақ арылуға болатынын көпшілік біле бермейді. Дегенмен, артық салмақтан арылу үшін алдымен дұрыс тамақтануға көшу керек. Егер сіз күн сайын тәттілер мен нан өнімдерін, шоколадтарды көп жесеңіз, ешбір физикалық және күрделі жаттығулар артық салмақтан арылуға көмектеспейді. Осы орайда іштегі майдан арылып, көрікті бола түсуге көмектесетін тамақтанудың жеңіл ережелерімен таныс болыңыздар. Біріншіден, күн сайын бір тәрелке балғын көкөніс пен жемістерді, дақылдардың бір түрін жеңіз. Екіншіден, тамақ рационына міндетті түрде дақыл түрлерін, ананас, имбирь және лимонды қосыңыз. Үшіншіден, ақуызбен жеткілікті көлемде қоректеніңіз. Мысалы, жұмыртқа, майсыз ет, балық және сүт өнімдері. Төртіншіден, ішімдіктен, тәтті газдалған және пакеттегі шырындардан бас тартыңыз. Бесіншіден, жеткілікті көлемде су ішіңіз. Мысалы, тәулігіне 2 литр. Келесі, тамақтанудың алдында салқын газдалмаған 1 стакан су ішіңіз. Десе де шамадан тыс көп су ішудің де зияны бар екенін ұмытпаңыз. Сол себепті суды көп ішпестен бұрын өз дәрігеріңізбен кеңескен абзал. Жетіншіден, қуырылған әрі ащы тамақтан бас тартыңыз. Тамақты асықпай, дұрыстап шайнап жеңіз. Сонымен бірге бөліп-бөліп тамақтануды әдетке айналдырғаныңыз дұрыс. Мысалы, күніне 5-6 рет тамақтану керек. Дұрыс тамақтанудан бөлек, мамандар мынадай шараларды қолға алуға кеңес береді. Денеңізді тік ұстап жүруді үйреніңіз. Бүкіремеңіз. Денеңізді тік ұстасаңыз, ішіңіз де ішке қарай тартылатын болады. Күн сайын іш массажын жасауды ұмытпаңыз. Іш терісін күн сайын өзіңізге қарай және ішке қарай тартыңыз. Бұл жаттығуды 5 минут жасаңыз. Гормондарды бақылауда ұстаңыз. Гормоналдық жүйенің бұзылуы іш тұсында висцеральдық майдың пайда болуына әкеп соқтырады. Немесе беліңіздің астына орамалды орап және аяғыңызды көтеріп, күн сайын 20 минуттан жатыңыз. Іштегі майдың ыдырауына және ондағы бұлшық еттердің қатаюына түрлі спа процедуралары да әсер етеді. Олардың ең тиімділеріне мыналар жатады. Апта сайын монша, сауна, хамамдарға бару. Ішке шоколад немесе батпақ жағу. Гидромассаж. Сонымен бірге, қанша келі тастасаңыз да, аз уақытта артық салмақты қайтадан жинамайтыныңызға ешкім кепіл бола алмайды. Сол себепті диетологтар мен фитнес-тәлімгерлер артық салмақтан асықпай, бірақ күн сайын жаттығу жасап арылған дұрыс дейді. Мұндай жағдайда артық салмақты тез жинамайсыз, әрі сымбатыңыз жинақы болады. Іштегі майдан физикалық жаттығулар арқылы арылуға болатынын білесіз бе? Егер спортзалға баруға мүмкіндігіңіз болмаса, үйде арнайы құрылғысыз арылуға болатын жаттығулар кешенін ұсынамыз. Айта кетерлігі, спортпен айналысу бәріне бірдей келе бермейді. Кей адамдарға мұндай жаттығулармен айналысуға тыйым салынады. Сондықтан, жаттығуларды бастамас бұрын, білікті маманмен кеңесіп алуды ұмытпаңыз. Белдегі және іштегі майдан арылуға көмектесетін жаттығулар тізімі мынадай. Іш вакуумы. Күн сайын лимон шырыны бар 1 стакан судан кейін аш қарынға жасап көріңіз. Ішті ішке тартып дем алып, сосын демді сыртқа шығарыңыз. Алайда жаттығуды ішпен жасауды қадағалаңыз. Демді 10 секундқа тартып, кейін ішіңізді босатыңыз. Осы жаттығуды тоқтамастан 5-7 рет қайталаңыз. Белді бір орында қозғалмай тұрып, оңға және солға бұрыңыз. Осы жаттығуды 20 рет қайталаңыз. Белді айналдыру. Алдымен бір жаққа, кейін тағы бір жаққа айналдырып көріңіз. Жаттығуды 5 минут бойы жасаңыз. Қайшы жаттығуы. Жерге жатып, қолыңызды саныңыздың астына қойыңыз.
Сосын аяғыңызды 10-20 сантиметрге көтеріңіз. Қайшы сияқты аяғыңызды айқастырып жаттығу жасаңыз. Осы жаттығуды 20-25 реттен күн сайын жасаңыз. Велосипед жаттығуы. Аяғыңызды жоғары қарай көтеріңіз. Қолыңызбен басыңыздан ұстаңыз. Аяғыңызбен велосипедтің педалін басқандай қозғалыс жасаңыз. Осы жаттығуды 5 рет әрқайсысында 20 реттен орындаңыз. Келесі жаттығу: қолыңызды басыңыздың артына қойып, сол жақ шынтағыңызды оң жақ тізеге, ал оң жақ шынтағыңызды керісінше сол жақ тізеңізге жеткізіңіз. Осы жаттығуды күніне 2 рет 10 реттен жасаңыз. Жаттығулар арасы 30 секундтан кем болмауға тиіс. Пресс жасау. Күн сайын қолыңызды басыңыздың астына қойып, сосын денеңізді көтеріп, пресс жасауды ұмытпаңыз. Бұл жаттығуды күн сайын кем дегенде 5 минут бойы орындаңыз. Күн сайын дұрыс тамақтанып, уақытында ұйықтап, таза ауада көп жүрсеңіз, бұл жаттығулар міндетті түрде пайдалы болады. Ал үнемі ұйқыңыз қанбай, ағзаңыз оттегіге мұқтаж болса, немесе күйзелісте жүрсеңіз, керісінше тағы да артық салмақ қосуыңыз мүмкін. Бастысы, аталған жаттығуларды жасап көріңіз. Бәлкім, көп ұзамай іштегі әрі беліңіздегі артық салмақтан арылатын боласыз. Назар аударыңыз. Материал тек танымдық мақсатта ұсынылып отыр. Аталған жаттығулар мен диета түрлерін тек дәрігер кеңесімен ғана қолдануға болатынын естен шығармаңыз. Құрметті көрермен, егер де бүгінгі видео сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.